और मगरबी हमेशा इस दुनिया पर हुकूमत करता रहेगा। Қазір көріп жатқан 10 сақин ойымы сонау 2008 жылы Темір адамның алғашқы фильмінде көріне бастады. Таяу шығыстағы 10 сақина клеткасы террористік актілерді жасауға қатысқан. Stark Industries басшыларының бірі Абадая Стейн оған заңсыз қару сатқан. Оның орнына компанияның бас директоры Тони Старкты жоюға көмектескен. Старкты өлтірмес бұрын 10 сақинаның басшысы Джерикон зымыран жасауға мәжбүр етті. Бірнеше апта түрмеде отырғаннан кейін Тони Старк ракетаның орнына реактор сауытын құрып, онымен бірге тұтқыннан қашып кетті. Америка құрама штаттарына оралғаннан кейін Тони жетілдірілген костюм жасады, және оның арқасында Stark Industries қаруы бар 10 сақина лагерін қайтып келіп қиратты. Джастин Хаммер жасаған ақш армиясына арналған эксперименталды кеме Конгода апатқа ұшыраған кезде 10 сақина оны басып алуға тырысты. Бірақ оларды Темір адам тоқтатты. Біраз уақыт өткен соң, 10 сақинаның мүшесі Иван Ванконың Тони Старктан кек алу үшін Монакоға сапар шегуіне көмектесті. Темір адам сол уақытта қалқан агенті Наталья Романовпен бірге 10 сақинаның бір операциясын жойды. Нью-Йорктағы шайқастан кейін Мандарин теледидарға 10 сақинаның көшбасшысы екендігі туралы бейнехабарлама жіберді. Кейінірек бұл Мандариннің Тревор Слаттари есімді актер екендігі белгілі болды. Бейнехабарламалар Олдрич Киллының әрекетін бәрінен жасыру үшін айлық қулықтың бір жолы болды. Слаттари Киллының қылмыстарына көмектескен үшін қамауға алынғаннан кейін, оны 10 сақинаның агенті Джексон Норрис түрмеден ұрлап әкеткен. Джексон оны нақты мандарин тіліне жеткізуді көздеді. Кейінірек 10 сақинаның мүшесі сары жейдек костюмның презентациясына қатысты. Гидроагенті Митчелл Карсонмен бірге 10 сақина сарбазы құмырсқадамен шайқаста байқалды. 10 сақина құпияға толы. Оның бірнеше мүшелері өздерінің көшбасшылары мандаринді орта ғасырлардан бастап ұрпақтарын шабыттандырды деп сенді. Демек 10 сақина ұйымы бұрыннан бері жұмыс істейді. And now I want you to meet the director of Shang-Chi, Destin Cretton. Shang-Chi 10 сақина туралы аңыз Marvel кино әлемінде 4-ші фазаға енетін 25-ші фильмі. 2019 жылдың наурыз айында Marvel студиясы фильмнің режиссері ретінде жапон тектес американдық режиссер Даниэль Креттонды жалдады. Сюжет бойынша актер Сэмюэл ойнаған Shang-Chi ақшқа көшіп келіп, 10 сақина атты құпия және қауіпті ұйымға еніп, өзінің өткен шағын еске алады. Картинаның басты кейіпкері Shang-Chi Азияның кунг-фу шебері. Авторлар Marvel комикстарынан қаһарманның түпнұсқа күшін сақтап қалды. Сюжет бойынша кейіпкер тәрбиеленушілерді күреске үйрететін арнайы балалар үйінде өскен. Бұл баспана Мандариннің бақылауында. Shang-Chi ақырында балалар үйінен кетіп, Мандариннің көзіне түспеуге тырысады. Зұлым Shang-Chi'ді өзінің мұрагері еткісі келеді. Бірақ та жігіт әкесінің жұмысын жалғастырудан бас тартады. Ендігі уақытында Shang-Chi адам секілді еркін өмір сүре бастайды. Әкесі оның артынан біз білмейтін мықты жауынгерлерін жібереді. Неліктен кездесу қазір болып жатыр дегенге келсек, Мандарин өзінің мұрасын қалдыруға уақыты тапшы болуы мүмкін. Мандарин оны тауып, сиқырлы 10 сақинаны сыйға тартатын турнирге қатысуға көндіреді. Жеңімпаз есін одан сайын күшейтетін, аңызға айналған 10 сақинаны алады. Мандарин сақиналарды өз алғысы келетіні анық, бірақ күресуге тым ересек. Сондықтан ол Shang-Chi'ді жалдайды. Байқауға адамдардан басқа келімсектер, сиқыршылар, комикс кейіпкерлері және басқа да фантастикалық жаратылыстар қатысады. Marvel кино әлемінде 10 сақинаны білезік ретінде ұсынуға шешім қабылдады. Marvel комикстарында 10 сақинаны Мандарин қолданды. Әр сақинаның өзіндік функциясы болады. Мұздату мен электр энергиясын шығарудан бастап, сәулені жұтып, адамдарды басқаруға дейін. Білезіктер жалған сақиналарға айналып, ал шын сақиналар финалда көрсетіледі деген ойды есте ұстаған жөн. Жаңа көріністер 10 сақинаның қалай жұмыс істейтінін көрсетті. Кейінгі тарихи серпілістерде Мандарин әр қолына 5 білезік тағып, оларды лақтырып, әр соққыға үлкен энергетикалық зақым келтіретін көрінеді. Сонымен қатар туынды кунг-фу стиліндегі шоу фильмнен шабыт алған. Мұнда да осындай күш білезіктері бар. Shang-Chi 1970 жылы Marvel комикс баспасында жарық көрді. Ол кезде жекпе-жек фильмдердің жанкүйерлері көп болатын. Кейіпкердің бейнесі осы тенденцияның ең жарқын жұлдызы аңыз Брюс Лиден шабыт алды. Нәтижесінде кунг-фу шебері Shang-Chi әлемдегі ең керемет күрескерге айналды. Marvel компаниясының бұрынғы президенті Маргарет Лоуштың айтуынша,
Стэн Ли 1980 жылдары Брюс Лидің ұлы актер Брэндон Ли және оның анасы Линда Лимен Шанг-Чи туралы фильм немесе телехикая түсіруді жоспарлаған. Шанг-Чидің әкесі Тони Леон Чу Вай ойнаған түпнұсқа кейіпкері Вен Ву немесе Мандарин Он Сақина террористік ұйымын құрған ең қуатты зұлымдардың бірі. Оның билігі әлемнің әртүрлі бөліктерінде ықпал етеді. Қару сатып, жалпы әлемдік үстемдікке қол жеткізуді көздейді. Темір адаммен байланысып келген көлеңкелі ұйымның қаншалықты қуатты екенін көрсетеді. Тизерде Аквафинаның Кетти есімді қыздың рөлін ойнағаны анықталды. Бұл Шанг-Чидің қонақ үйде бірге жұмыс жасайтын жақын досы. Кейіпкер құрбысының өткені туралы ештеңе білмейді. Сондықтан автобустағы экшн сахнада оның шеберлігіне шын жүректен таң қалып, кім екенін сұрайды. Кейіпкер комикстарда жоқ, бірақ Marvel студиясы таң қалдырғанды ұнатады. Мүмкін Кеттидің нақты кім екендігі әлі ашылмаған шығар. Менард Шажан ойнаған Сайлингте жауыз болады деп күтілуде. Тизерде оның жасыл тасалқасы бар. Шанг-Чи әпкесімен турнирде кездеседі. Marvel комикстарында Сайлинг Мандариннің басты комиксі ретінде тәрбиеленді. Бірақ Он Сақинадан шығып, тіпті ұйымдағы әкесінің ықпалын төмендетуге тырысты. Фильмде ол Он Сақина ұйыммен күресу үшін інісімен бірігу мүмкін. Қолдың орнына жүзі бар қатал күрескер, ұстара жұдырығын Флориан Монтана ойнады. Ол бүкіл ниндзялар тобының жетекшісі әрі құнуды жеңген болатын. Костюміндегі ұйымның логотипін көргенде Он Сақинаға қызмет етіп, Шанг-Чиді ұстауға көмектеседі. Мишель Йехтің кейіпкері Сян Нанның Marvel комиксында тікелей әріптесі жоқ. Бірақ оның Шанг-Чиға деген ұстаздық құрметі балалық шақтан басталды. Он Сақина мен Мандаринді жақсы білетін тұлға екенін көрсетеді. Әкесінің тәрбиесімен жекпе-жек өнерін үйреніп алғаннан кейін, элементтерді қалай басқаруға болатындығын біліп, Шанг-Чидің ерекше қабілеттерін анасы жағынан беретін Сян Нан болатын сияқты. Бетпердесі бар жұмбақ кейіпкер Шанг-Чидің қарсыластардың бірі ретінде әрекет ететін өлім саудагері. Тизердің өзінде-ақ кейіпкерге бұл жауызды жеңу оңай болмайтыны анық. Өлім саудагері Он Сақина ұйымының күрескер мүшесі. Қандайда бір себептермен өзінің жеке басын жасырады. Өлім саудагері Шанг-Чиді бала кезінен біледі, тіпті оның жаттықтырушысы болған. Жаңа промода сәлетеген Шанг-Чи өлім саудагерімен бетпе-бет жүз ала отырып, шиеленісті спарринг сессияға қатысады. Бұл Шанг-Чи мен өлім саудагерінің арасында ертеден-ақ ұзаққа созылған бәсекелестікті орнатады. Олардың жеке бәсекелестігі қызғаныштан туындауы мүмкін. Өйткені Мандарин өзінің бүлікшіл ұлын өзі сияқты адал қызметшінің орнына мұрагер етіп таңдайтынына қызғанады. Сондықтан фильмде олардың жеке ұпайлары болуы мүмкін. Трейлерде ежелгі ғибадатхана мен шайқастың қайнаған кезі ұсынылған. Жауынгерлер Қытайда немесе Азияда жорық жасап, тарихи сауыттарды киіп, дәстүрлі қылыштар мен қалқандар ұстайды. Көбі тіпті ат үстінде отыр. Тизерде арыстанға ұқсайтын таңғажайып жануарға көзіміз түседі. Комикстарда мұндай жаратылыстар жоқ, бірақ та фильмнің шығыс мифологиясымен байланысын күшейтеді. Қытайда осы жаратылыс секілді мүсіндер бұрыннан бар. Ежелгі Қытайда олар императорларды күзеткен деп саналады. Фильмде болып жатқан тарихи орындар жалған емес, басқа өлшемнен жоғалған Кунлун қаласында орын алады деген теория пайда болды. Marvel комикстарында темір жұдырықты осы жермен тығыз байланыстырады. Он Сақинаны жасырған жерге келіп, Шанг-Чи мен Кетти тікұшақтан Мандарин, Сялин және ұстара жұдырығымен қатар шығады. Олы көшбасшының қатысуымен ондаған жиналған сарбаздар Мандариннің бұйрығымен мойынсынып тағзым етіп тұр. Бұл көрініс көрермендерге Мандариннің лауазымды тұлға екенін растайды. Шанг-Чи мен Он Сақина туралы аңыздың жаңа трейлерінде Шанг-Чи терең суға құлап түскеннен кейін ұлы қорғаушымен бетпе-бет кездеседі. Суда тіршілік ететін Айдахар мен Шанг-Чидің анасы оған су манипуляциясын бекер үйретпеген. Айдахар Финг Фан Фумнан айырмашылығы бірден агрессивті болып көрінбейді. Тіпті Айдахар Финг Фан Фумға мүлдем ұқсамайды. Ауызы кең, жасыл көзді және төменгі жақ сүйектерінің орнына Айдахар қызыл және ақ түспен жұмсақ әдемі суреттеледі. Marvel комикстарында ұлы қорғаушы деп аталатын Айдахар жоқ. Сондықтан Финг Фан Фум атын өзгерткен болуы мүмкін. Сонымен қатар ұлы қорғаушы Шанг-Чидің әкесін тоқтатуға көмектесетін Маклу нәсілінің мейірімді мүшесі бола алады. Тағы бір теорияда Мандарин Он Сақинаны пайдаланып, Айдахарды басқаруды жүзеге асырып, оны қару ретінде қолданады. Ұлы қорғаушы Мандариннің ғасырлар бойы күш жинау үшін Он Сақинаны пайдалану тәсілдерінің бірі болуы мүмкін. Шанг-Чи және Он Сақина туралы аңыз фильмдердің ең жаңа трейлері көрермендерді жексұрын деп аталатын Эмиль Блонскийдің қайта оралуымен таң қалдырды. Дәлірек айтсақ, 2008 жылы қайталанбас халықтан бері көрінбеді. 15 жыл өткен соң, бұрынғыдан да ерекше болып көрінеді. Оның классикалық балық жүзбелі құлағымен қарағанда өзгеріс бар. Бұл құбыжықтың халықпен соғысқанымен күштері тең болмайды.
Оның бір себебі жексұрын гамма сәулеленуден пайда болды. Сэмюэл Стернс Блонскийге Брюс Беннердің қанын енгізді. Осы жылдар ішінде халық өзінің сыртқы түрін ешқашан өзгерткен емес. Сондықтан жексұрын өз түрін өзгертпеу керек. Алайда, жексұрының сыртқы түрінің өзгеруі Локидегі уақыт бомбаларынан туындаған нұсқасы екендігі күмән келтіреді. Желтоқсан айында Кевин Файги Тим Роттың Disney Plus фильміне арналған Әйел халық сериясындағы рөліне қайта қосылатынын растады. Трейлерде жексұрын мистикалық шеберлердің бірі, дәрігер Стрэндждің досы, Вонгқа қарсы жер астындағы төбелес клубына торға түсіп, төбелескені көрсетілген. Вонгпен күрес қалай аяқталса да, ол сөзсіз тірі қалады. Ал Вонгқа келсек, турнирде Вонг біреудің соңына түсіп кездейсоқ тап болуы мүмкін. Трейлер Вонгты Шанг-Чиде болған асыртын турнирге апарады. Мүмкін ол сиқыр жолында кеткен Барон Мордоның ізіне түскен шығар. Шанг-Чидің тағы бір ұмытылмас сәті әке мен баланың арасындағы соңғы шайқастан алынған үзіндіні айтуға болады. Артқы фоннан экзотикалық аралдың шайқас алаңына айналғанын растайды. Ең бастысы, Шанг-Чи Сақинаны әкесінің қолынан тартып алуға тырысып жатыр. Тура Мьёльнир сияқты Сақиналар өздерін лайықты деп санайтын жауынгерлерді таңдауы мүмкін. Шанг-Чи өзінің дебютінде ұтылмайды деп ойласақ, болашақ киноларда Сақиналарды өзі қолдан алады. Сэмми Лю хикаяның басты кейіпкері Шанг-Чидің рөлін сомдайды. Ол өзіне дайындалған мұрамен күресіп жатыр. Өйткені олды тәрбиелеудегі өте қатал көзқараспен қарайтын әкесінің істерімен өзара келіспейді. Бірақ тағдыр ата-анаға қарсы тұруға араласқанда Шанг-Чи ешқайда бара алмайды. Фильм 3 қыркүйекте кинотеатрларда жарыққа шығады. Is this what you wanted? You got this. Thank you. Jab, left foot, right hook.